Басында сөз болды, бұл сөз Құдаймен болды. Сөз Құдай болды, сөз адам болды. Ол біздің арамызда өмір сүрді, біз онының даңқын көрдік. Әкесінің жалғыз ұлы берген даңқ, ол рақым мен шындыққа толы. Оның есімі Иса Мәсіх, ол жол, ол шындық, ол өмір. Ол жол, ол шындық, ол өмір. Барлығы сөз арқылы жасалды, онсыз ештеңе болуы мүмкін емес еді. Онда өмір бар, өмір адамзаттың нұры. Қараңғыда жарқырайды, қараңғыда жарқырайды. Қараңғылық оны жұтқан жоқ. Ол нағыз жарық, ол әлемде болды. Бұл әлем ол арқылы құрылды. Бірақ әлем оны танымады, ол өз еліне келді. Бірақ олар оны қабылдамады. Оны қабылдағандардың және сенгендердің барлығына, ол қолдағандардың және сенгендердің барлығына, ол Құдайдың балалары болуға күш берді, оңайдың болуға күш берді. Оған кім сенде рухынан туған Құдайдың балалары. Ол жол, ол шындық, ол өмір. Ол жол, ол шындық, ол өмір. Ол жол, ол шындық, ол өмір. Ол біз үшін өмірге келген Құдайдың сөзі. Ол көктен шыққан патша, ол өмір сүрді, қайтыс болды, қайта тірілді. Әлемнің күнәсі әрқайсымыз ел үшін өтелді. Қасиетті қан төгілді, күнәнің ауырлаған адамдар Иса босатты. Иса, саған рахмет, сен жолсыз, сен ақиқат, сен өмірсің. Иса Мәсіхке кім сенеді, мәңгі өмір сүреді. Ол жарықта өмір сүреді, онда өмір бар. Бұл өмір адамзаттың нұры, қараңғыда жарқырайды, қараңғылық оны жұтқан жоқ. Ол әлем, ол шындық құрылды, бұл әлем ол арқылы құрылды. Ол жол, ол шындық, өмір. Ол жол, ол шындық, ол өмір.